кешегі балдар бекер болған секілдіміз ше. Маш, олар кеше бізге саған толықсын деді, маған толықсын деді. Ойлашы. Я түсінем, бірақ жүрекке қатып етіп, ішінде бір түрлі сезім болады. Кейін бір ой келді да, қандай тренировкаға барып дейді. Маш. Жүз серьезно ғой, зато күшті болады қыздар қарайды. Маш. Нормально ғой. Қыдырға обал болды. Иә. Айтпа кеше, оңбай таяқ жеді ғой. Сол Қыдырдың жағдайын сұрап келу керек еді, обал болды. Достар, бұның бәрі менің інім. Айттым ғой сол қызға қарама қой. Қыдырдан обал болды енді. Ондай болып тұрады, сенің берде күнәң жоқ. Иә, дұрыс айтады. Жігіт біз ғой, жігіт ештеңе болмайды. Қалайсыңдар жігіттер? Жақсы. Қыдырдың жағдайы жақсы ма? Болады, жақсы. Кеттік онда, оны көріп қайтайық. Кеттік онда. Үйде бір түрлі болып жатқан байқап ба? Ертең ақша ұрланып, Аружанға бір нәрсе болса не болатынын білесің ба? Сондықтан мен саған соңғы рет ескертемін. Ақшаларға және де Аружанға мұқият қарап жүр. Жарайды, түсіндім. Енді бұдан кейін қатер жүрмеймін. Мә қыз, әрине не істеймін. Бұрында бұндай жағдай болмап еді. Жаман қорқып жатыр. Қорқпа, главное ақша табылды ғой. Енді ақша табылғаны табылды ғой. Бірақ екінші рет қайталанса ше? Жауларың көп та. Тоба, осындай жағдайда адам деген осы айта ма? Бұлай отыра бергеннен пайда жоқ. Іске кірісу керек. Тапсырманың бәрін орында. Осы уақытқа дейін мен оларға біраз адам жібердім. Біреуінің де қолынан келген жоқ. Мен саған сенуіме бола ма? Олардың қолынан келмесе, значит, профессионал болмаған. Олардың қолынан келмесе, сен жаса. Маған проблема емес. Олардың қасына біріңіз қосылған. Ол саған кедергі жасауы мүмкін. Осы уақытқа дейін менің адамдарымның бәрін сол олардың қасына жолатпаған. Ойындамаңыз, менікі гарантия. Жарайды. Қолыңнан келсе іске кіріс. Осы екен ғой сенгендері. Бұның алдын орау керек бізге. Енді оның алдын қалай ораймыз? Уайымдама, оның барлығын өзім ойластырып қойдым. Мә, сонда кинодағыдай қолын майыстырып соғамыз ба? Машин, қайда кинодағыдай? Жоспар түсінікті ме? Иә, түсіндім. Қалай достар, кино ұнады ма? Егер де кино ұнаған болса, осы каналға подписать етіп, лайк басып, және достарымызға таратамыз. Ал егер де өзің киноға түскің келсе, төмендегі нөмірге ата-анамызға айтып, хабарласамыз.